Сәлем достар, сіздермен бірге кино тамашалайық. Бүгін сіздерге Белый плен атты шынайы оқиғаға негізделген кино туындының қысқаша мазмұнын айтып беремін. Оқиға желісі Антарктикадағы ғылыми базалардың бірінде басталады. Жол көрсетуші Джерри Шепард таң атпай иттерін балықпен тамақтандыра бастайды. Қонып жатқан ұшақтың пилоты Кэти оның бұрыннан бергі досы. Ол базаға геология ғылымдарының докторы мен оның жабдықтарын алып келді. Олармен бірге келген инженер-механик Чарли Купер жүктің бәрін шығарумен айналысады. Кейінірек покер ойыны барысында Джерри ғалымның мақсаты Мелбурн тауының маңында құлаған метеорит екенін біледі. Тауға апарар жол жұқа мұздың үстімен өтеді. Сондықтан онда жол талғамайтын көлікпен баруға болмайды. Ол жерге тек иттерді жегіп жетуге болады. Шепардтың айтуынша қазіргі уақытта ол өте қауіпті. Бірақ экспедиция жетекшісі оның жүргізілуін талап етеді. Шепард келісіп өтуге дайындала бастайды. Келесі күні таңертең ол ғалымға қысқаша инструктаж өткізіп иттермен таныстырады. Басындағы жұп ол иттердің лидері Майя және жасы үлкендеу Джек тұрады. Олардан кейін Шорти және жаста болса көп үміт күттіретін Макс. Әрі қарай Труман және Дьюи атты егіздер, ал соңындағы Шэдоу мен Бак. Естелікке фотоға түскеннен кейін олар сапарға шығады. Ғалым өзімен бірге өте көп жабдық алған екен, сондықтан шана ауыр тиеулі. Жартастың үстімен келген жол аяқталып, енді жұқа мұздың үстімен өтетін жер басталады. Шепард иттердің жегілу түрін желпуіш тәрізді етіп ауыстырады. Бұл мұзға деген салмақты азайтып, иттердің бірі су астына кетсе, қалғандарын өзімен бірге тартып әкетпеуге мүмкіндік береді. Мұздыққа жеткенде ғалым басқаруды өз қолына алады, ал Джерри болса алдыңғы жақта жүру бағытын тексеріп келеді. Мұздың жарылғанын байқаған ол Майяға оңға бұрылуды бұйырады, бірақ тыңдамаған Макс иттердің жартысын өзінің артынан бұрып әкетеді. Соның салдарынан шана доктормен бірге мұздағы жарыққа түсіп кетеді. Джерри бірден жүгіріп келіп иттерге шананы тартуды бұйырады. Соның арқасында доктор мен оның жүгін алып шығу мүмкін болады. Джерри келесі жолы Мелбурнға шыққанда осыншама көп жүк алмаңыз деп ескертеді. Кешке олар палатка құрып демалады. Доктор жүру бағытын тексеріп, Джерри болса иттерінің жараларын емдейді. Келесі күні олар таудың етегіне келеді. Осы жерде бір апта бойы метеорит іздеумен айналыспақшы. Осы кезде базаға метеориталықтан үлкен циклон жақындап келе жатқаны туралы хабар келіп, барлық экспедиция мүшелерін тез арада базаға қайтаруға кеңес беріледі. Шепардқа бұл ақпаратты лезде рациямен хабарлайды. Ол экспедицияны тоқтатқысы келеді, бірақ доктор өз ойынан бас тарта алмайды. Олар тағы бір күнге қаламыз деп шешеді. Іздеу жұмысы басталғанда Джерри қауіпсіз жол салса, доктор тау жыныстарын зерттей бастайды. Көп ұзамай сәті түсіп, ол жақсы бір үлгіні тауып алады. Бұдан кейін топ бірден базаға қарай шығады. Жол бойында бір иттің қанды іздерін көріп, Джек атты иттің жарақатын емдеу үшін тоқтайды. Осы кезде доктор рация арқылы базамен байланысамын дегенде, аяғы тайып кетіп, жұқа мұзға құлап, бір сәттен кейін судың астына кетеді. Шепард Майяға жіпті беріп, докторға қарай жорғалауға бұйрық береді. Иттердің көмегімен тағы да оны құтқарып алады. Осы кезде боран басталып кетеді және де доктор қатты үсіп қалған еді. Джерри Майяны басына қойып үйге тартуды бұйырады. Осындай ауыр жағдайда оларға әлі де ұзақ жол жүру қажет. Кешке қарай базада иттердің үргені естіледі. Ақылды Майя жолды дұрыс тауып, бәрін де аман сау алып келеді. Докторға медициналық көмек қажет. Топ жетекшісі топ түгелімен үлкен станцияға ұшу керек деген шешім қабылдайды. Өкінішке орай ұшақта орын аз, сондықтан Харрисон иттерді базада тастап кетіп, жаңа құрам қыстауға келген кезде алып кетуді ұсынады. Джерри қалып иттеріне қамқор болғысы келеді, бірақ жетекшісі оған қарсы. Себебі Джерри де қолын үстіп алған, оған да медициналық көмек қажет. Кететін кезде иттерді қаттырақ байлап қояды. Осыдан кейін адамдардың барлығы ұшып кетеді, иттер болса жалынышты үнмен үріп қала береді. Джерри станцияда есін жиып, достарынан ауа райының бұзылуына байланысты қыстауға ешкім шықпайтынын біледі.
яғни иттер белгісіз мерзімге қалып қойды. Джерри бұған келісетін емес, штабқа келіп соңғы ұшуға рұқсат сұрайды. Бірақ штаб басшысы оның мүмкін еместігін айтады, себебі әлі де полярниктердің 10 шақты тобы базаларда эвакуациялауды күтуде. Оларды бірінші кезекте алып келу қажет. Иттерге кезек келгенде қатты аяз басталып, ұшу мүмкін болмай қалады. Джерри, біз иттерді тастап кете алмаймыз деп ренжиді. Үйіне қайтып оралғанда Шепард шенеуніктерді аралап иттерді әкелу мүмкіндігін іздестіре бастайды. Бірақ оған ешкім келіспейді. Жануарларды құтқару үшін ешқайсысы да ондай тәуекелге барғысы келмейді. Амалы қалмаған Шепард доктор Макларенге келеді. Ол иттерді эвакуациялауды ғылыми қордан қаржыландыруды сұрайды. Себебі сол иттер болмаса, доктор метеоритті таппас еді. Бірақ доктор да көмектесуден бас тартады. Өйткені қазіргі уақытта ол жаққа ұшу анық өлімге барғанмен тең. Доктор бұл туралы ұмытуды ұсынады. Осы кезде базадағы иттер адамсыз 15 күнін өткізді. Барлығы дерлік мойын жіптерінен босап шыққан. Байлаулы қалған тек Макс пен егделеу Джек. Шағаланы қуған Макс та байлаудан босап шығады. Иттердің барлығы құстың артынан жүгіреді. Джектің қасында тек Майя қалады. Ол топ басшысын босатқысы келеді, бірақ амал қанша. Әлсіреп қалған Джекті қоштасу ретінде жалап алып, Майя да иттерге қосылады. Ақылды Майя ойлап тапқан айланың арқасында олар бірнеше шағаланы ұстап алып, құстардың барлығын Майяның алдына әкеледі. Бұл олардың Майяны топ басшысы ретінде сайлағандарын білдіреді. Қар арасында 50 күн жүргеннен кейін иттер аспанда керемет құбылыс солтүстік шұғыласын байқайды. Егіздердің бірі жарықтың шағылуымен ойнап жартастан құлайды. Қатты жарақаттанған ол бір орында қимылдамай жатады. Иттер оған жақындап қасына жатады. Таңертең тұрған иттер Дью осы түннен шыға алмағанын біледі. Бірақ иттерге әрі қарай жүру керек. Майя оларды ертіп әкетеді. Тек Макс қана досын тастап кетуге қимайды. Боранды күні топтан қалып қойып, іздерін жоғалтып алады. Осы уақытта Джерри қаржыландыру іздеуді тоқтатып, балалар бассейнінде инструктор болып жұмысқа тұрды. Бір күні жұмысына Кэти келеді. Ол жігіттің келесі полярлық экспедициядан бас тартқанын біліп, оның жағдайын сұрауға келген екен. Әңгіме барысында Джерри әлі де иттерін уайымдап жүргенін, олардың құтқарылмауына көне алмай жүргені белгілі болады. Кэти болғанның бәріне көніп тығылып отыра бермей, әрі қарай өмір сүру керектігін айтады. Джерри иттердің өскен жеріне келіп, кинолог алдында кешірім сұрайды. Бірақ ол жігітке жанына тыныштық әкелетін нәрсені тезірек табуға кеңес береді. Бұдан кейін Джерри қысқы киімдерін жинастырып, бар жинаған қаражатын алып шығады. Ол оңтүстік полюске өз бетімен жетемін деп шешім қабылдайды. Жолшыбай ол докторға табылған метеорит үшін марапат беріп жатқан салтанатты іс-шараға соғады. Өзінің сөзінде доктор Антарктикадағы базадағы қызметкерлердің барлығына алғысын білдіріп, олардың көмегінсіз бүгін осы жерде тұрмайтынын айтады. Ғалымның көзі өзінің құтқарушысына түседі. Джерри оны грант алуымен құттықтап, өзінің ақылға қонымсыз жоспары туралы баяндайды. Кешке баласын жатқызатын кезде доктор баласы салған жегілген иттердің суретін көреді. Кейін өзінің кабинетіне барып, жаңа полярлық экспедиция үшін қажетті қаражатты есептеуге кіріседі. Тура осы кезде иттер өз беттерімен қалғанынан бастап 152 күн өтіпті. Осы кезде иттер азық-түлік қоймасын тауып алған. Ал Макс болса, базаға жалғыз өзі қайтып келіпті. Айналаны шолып қарап жүрген ол, өлген касатканы көреді. Бірақ оны басқа жыртқыш жеп тұрғаннан кейін оған жақындай алмайды. Макстың үргенін басқа иттер естіп, оған көмекке келеді де жыртқышты қуып жібереді. Бірақ Майя артқы аяғын қатты жарақаттап алыпты. Осы жолы иттер өздерінің басшысын тастап кетпей, оған үнемі тамақ әкеліп тұрады. Ал жаңа топ басшысы ретінде Максты таңдайды. Осы кезде Джерри Жаңа Зеландиядағы портқа келеді. Осы жерден Антарктикаға баратын мұзжарғыштар жүреді. Жергілікті барда ол достары Кэти мен Купты кездестіреді. Оларды доктор Макларен өзінің жаңа экспедициясына жалдапты. Ол үшін ғылыми гранттың қаражатын жұмсауға тура келіпті. Бастары қосылған
алған бұл топ қиын жолды өткеріп ең жақын базаға келеді. Сол жердегі жол талғамайтын көлікке мініп, иттер қалған базаға да жетеді. Джерри келген бетте бірден иттерді өзі байлап қойған жерге барып, Джекті табады. Қалған иттердің босап шыққанын көргенде оларда үміт пайда болады. Осы кезде иттердің үргені естіліп, көкжиекте бірінші Макс, сосын қалған иттерде көрінеді. Олар бір-бірімен қуана қауышады. 5 итті көрген Джерри барлығы тірі қала алмағанын түсінеді. Көлікке отыратын кезде Макс кірмей қашып кетеді. Ол жігітті Майяның жатқан жеріне алып келеді. Осы кезде ол тым әлсіреп қалған, бірақ Макстың арқасында тірі қалған екен. Олар иттердің барлығын алып, үйлеріне кетеді. Бұл кино туынды Антарктиканы зерттеушілердің барлығына және олардың адал иттеріне арналған еді. Ал мен соңына дейін көрген жандарға алғысымды айтамын. Каналымызға жазылып лайк бассаңыз, арнамыздың дамуына үлкен үлесіңізді қосасыз.